Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Әлем чемпионатының 7-ші жарыс күні Қазақстан боксы үшін қаралы күн болды десек қате емес шығар. Кеше 4-1 былғары қолғап шеберіміз жарыс жолынан шықты. Барлығы дерлік өзбектерге ұтылып жатты. Осыдан кейін маған өзбектерді айта бермейші дейтіндердің ауыздарына құм құйылған шығар. Мен оларды жақсы көргеннен айтпаймын. Қазіргі сәтте медаль аламыз десек, онда міндетті түрде көршілерімізді ұтуымыз керек. Онсыз болмайды. Әлемде олар номері бірінші, ал біз өз деңгейімізді тек лидерлермен ғана салыстырып отыруымыз қажет. Сонымен 4 боксшы. Алғаш болып өзбектермен болған дербиді Нұрбек Оралбай ашты. Олимпиаданың күміс жүлдегері, түрлі жарыстарда топ жарған мықты. Ал қарсыласы жастар құрамасынан енді ғана ересектер қатарына өткен Жавахир Уматалиев болатын. Ол өткен жылы жастар арасындағы әлем чемпионатын ұтып алған. Финалда біздің Нұрбек Мұрсалды қапы қалдырған еді. Арада тура 1 жыл өтті. Ол ересектер арасындағы әлем чемпионатында тағы бір қазақтың Нұрбегімен шықты. Және оны да еңсерді. Нұрбектік кеше ұят болды, шындығын айтуымыз керек. Рингтегі төреші де біздің боксшыға жақтасқан. 1-2 эпизодтарда бұл байқалған еді. Дегенмен аса тәжірибелі деген қазақ өзбектің лас боксының жетегінде кетті. Осылай ұтылды. Ешкімге ешқандай кінә арта алмаймыз. Бұл бірінші жеңіліс. Екінші жеңіліс Сағындық Тоғанбайдан келді. Тоғанбайдың бұл әлем чемпионатына баруы үлкен сұрақтар туындатқан болатын. Жарайды, бардың ғой. Енді көрсетсеңші. Мырзағали бапкердің сенім мүддесінен шықпайсың ба? Ол да былтыр жастар арасындағы әлем чемпионатында топ жарған боксшыдан ұтылды. Тұрарбек Хабибуллаев 21 жастағы боксшы, бірақ түрлі нәтиже көрсетіп үлгерді. Қанша дегенмен жастың аты жас емес пе? Неге ұтылдың? Сұрақ өте көп. Неге өзбектер 20-21 жастағы боксшыларына сенім артады? Ал біз сол өзбектерді шетінен қырып келе жатқан жастарымызды алып бармаймыз. Санжарәлі Бегалиев пен Темірлан Мұхатаев туралы біріншілік басталмай тұрып айтқанмын. Санжарәлі Нұрмектің салмағында, ал Темірлан Сағындықтың салмағында әлем чемпиондар атанды. Ескі гвардияны қашанғы сүйрей береміз? Қайрат Сатчановтың эксперимент жасауға қорқақ екенінде біраз айтылған әңгіме. Кешкі сессияда тағы 2 боксшымыз өзбектерден ұтылды. Енді мұнда біздің жастарға қарсы олардың олимпиада чемпиондары шықты. 60 келіде Бейбарыс Жексен Әбдімәлік Халоковпен бокстасқан болатын. Бейбарыс Батырға біз бұл кездесудегі өнер үшін еш кінә арта алмаймыз. Жай ғана Халоков басқа деңгейде. Ол шыныменде ойнап жүріп ұтып алды. Ал Жексен намысқа тырысты. Барын салды, дегенмен бұл жеткіліксіз болатын жеңіс үшін. Дебютті әлем чемпионаты ғой. Ары қарай бұдан да еселеп жұмыс жасайтын болса, тараздық боксшыда потенциал бар. Тоқталмау керек. Ал 65 келілік ертуған Зейнуллинов Асахаджан Мойынқожаевқа ұтылған жоқ. Бұл факт. Өзбектер де өте қу халық қой. Олардың құрамаларындағы ең әлсіз тұсы осы боксшы болатын. Қазақтардан талай жеңілген, сондықтан төрешілерді жақсылап тұрып майлаған секілді осы сынға. Ертуған тамаша бокстасты. Әрине қазақ жанкүйерлері болғандықтан мен бірінші-екінші раундтарда оның айқын жеңісін көрдім. Мұнда қитұрқылықтарда болған секілді. Бір сәтте табло өшіп қалып, жанғанда 5-0 мен өзбектің жеңісін көрдік. Қалайша деп таң тамаша болдым. Жалпы осы кездесу түрмен ұйқы бермеді, шындығын айтқанда. Жеңді деп отырғанымыз жеңіліс болып шықса, көзің төбеңе шықпай ма? Мұндайға да үйренгенбіз. Осыста бір терең ойға кеттім. Арман қуалап, шіркін-ай, бізде де бір Сәкен Жетібаевич болса, боксшыларымыз мұндай жетімнің күйін кешпеседі деп қиялдадым. Ұлты қазақ Сәкен Полатовтың өзбек боксына жасап жатқанын, бірде-бір қазақ боксына жасай алмады-ау деп Бекет атамыздың кезеңі еске түсті. Түкірігіміз жерге түспейтін кезең еді ғой. Махмутов бар уақыт. Қазіргі күйіміз болса мынау. Өкінішке орай осы жеңілістер жетістіктерімізді басып кетті. Әйтпесе күн біз үшін тамаша басталды емес пе? Махмуд Сабырхан жапониялық боксшыны ұтып, жартылай финалға қадам басты. Өте қарқынды келе жатыр бұл бала. Тіл көзден сақтасын дейік. Оның салмағындағы өзбек Миразизбек Мирзахилойлы кеше жарыстан шығып кетті. Ал Сабырханның ендігі қарсыласы қытайлық Лю Чуанг болады. Ал ар жақтан ирландиялық және испаниялық боксшылар келе жатыр. Ағайын Сабырхандардың кішісі де кеше жеңіс тойын тойлады. Француз Макан Траорені біздің жас пері цирктегі клоун секілді айналдырды. Айтқанына көндіріп, айдағанына жүргізді. Таптаса жеңіспен медальдар аймағына шығып отыр. Дегенмен Төреханда әлі жұмыс шаш етектен. Алда оны ағылшындық Одель Камара күтіп тұр. Камара әлем чемпионатын қабылдаушы елдің алтынға деген бірден-бір үміті. Сондықтан алдағысында оның жағында төрешілер болады. Әйтсе де біздің шоумен спорт режимді қосса, ешкім оның жеңісіне кедергі бола алмайды-ау. Мұнда да өзбектер қатарда жоқ. Кеше Болтаевты иорданиялық фаворит Заят Ишаш 5-0 тас талқанын шығарды. Айбек Оралбайда кеше жеңіске жетті. Хорват боксшысын ұтты, біздің ауыр боксшы. Осылайша кемінде қола медаль бар. Ал ертең Айбек атақты кубалық Лакруздың бағын сынайтын болады. Қартайған Қабыланды біздің батыр бір жола зейнетке шығарады деп ойлаймыз. Лакрузда жеңілмейді, жеңілсе қазақтардан ғана жеңіледі.
Ертең сондайды көрейік. Ертең Санжар да бокс алаңына шығады. Индиялықпен жартылай финал үшін бокстаспақ. Одан өтсе кубалық бар. Бір сөзбен жолы қиын. Дегенмен, ол бәрібір алтын алатын әлеуеті өте жоғары. Менің болжамымда 2 алтын алсақ үлкен жетістік болады дегенмін. Сол ойда әлі де қала берудемін. 3 фаворит таңдаған едім. Екеуі әлі қатарда. Демек әзірге жағдайымыз сондай жаман емес. Үміт бойда басым. Десе де өзбектерден алған 4 жеңілістің уытын қайтсем кетірсем екен деп біртүрлі жағдайда жүргенімді жасыра алмаспын. Бейнематериал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.